Ya salamaslar mahkumiyette studentler. Бүгінгі бізде төртінші дәрісіміз экотуризмдегі қауіпсіздік және тәуекелдер. Енді бұл тақырып өте өзекті тақырып. Себебі экотуризм табиғатта болатындықтан енді тәуекелдің түрі өте жоғары. Дәрістің мақсаты мен міндеттері. Дәріс мақсаты экотуризм саласында қауіпсіздік пен тәуекелдер теориялық және практикада зерттей отырып, өмірі мен денсаулығының қорғауға бағытталған тиімді шаралар басқару механизмдері. Енді дәріс міндеттерінде дәрісте 7 міндет бар. Экотуризмнің ерекшеліктерін, оның қауіпсіздікке байланысты қырларын теориялық тұрғыда талдау. Экотуристік қызмет барысында кездесетін негізгі тәуекел түрлерін жүйелеу және жіктеу. Табиғи, медициналық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық қауіптерді анықтап, олардың экотуризмге әсерін бағалау. Төртінші, экотуризм саласында қауіпсіздік қамтамасыз ету тәжірибелерін ұлттық және халықаралық зерттеулер. Бесінші, экотуризм аймақтарда қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру жолдарын ұсыну. Алтыншы, Қазақстандағы экотуризм бағыттарына қауіпсіздік деңгейін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу. Қауіпсіз тұрақты туризм дамытуға бағытталған ұсыныстар беру. Экотуризмдегі қауіпсіздік түсінігі. Қауіпсіздік турист пен қызмет көрсетуші топтардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне және қоршаған ортаға зиян келтіруімен қамтамасыз ететін шаралар жиынтығы. Экотуризмдегі қауіпсіздік табиғи, әлеуметтік, ұйымдастыру және техникалық аспектілерді қамтиды. Экотуризмнің ерекшеліктері мен заманауи ролі. Экотуризм қоршаған ортаны сақтай отырып, табиғи және мәдени мұраны танысуды көздейтін туризм бағыты. Экологиялық жауапкершілік пен қауіпсіздік экотуризмнің басты принциптердің бірі. Қазіргі таңда қауіпсіздік туристік өнім негізгі өлшемі ретінде қарастырылады. Экотуризмдегі қауіптер мен тәуекелдердің түрлері. Физикалық қауіптер, табиғи орта, бағыт жоғалту, жарақат алу, экстремалды температура, ауа райы. Биологиялық тәуекелдер, улы өсімдіктер, жәндіктер немесе жануарлар, жұқпалы аурулар, безгек тағысындағылар. Психологиялық қауіптер, көңіл күйдің өзгерісі, оқшаулау, ауыр психикалық жүктемелерге бейімделмеу. Әлеуметтік тәуекелдер, жергілікті тұрғынмен қақтығыс, қоғамдық тәртіп бұзушылық, мәдени кикілжің. Енді психологиялық қауіптер бұл табиғатта қалай өміріне үйренген адамдардың осы экологиялық аймақтарға барғанда немесе әсіресе қыс жағдайларда маусымдарында өзгерістерге жиі ұшырайды. Осы көңіл күй өзгерісі. Экотуризмдегі кездесетін негізгі тәуекелдер түрлері: табиғи тәуекелдер, экстремалды ауа райы, дауыл, жауын-шашын, суық, жануарлармен немесе жәндіктермен байланыс, таулы, орманды немесе шөлді аймақтарда бағыт жоғалту, кенеттен болатын табиғи апаттар, жер сілкінісі, көшкін. Медициналық тәуекелдер, жарақат алу, улану, инфекциялық аурулар, мысалы кене шағып алу. Аллергиялық реакциялар, өсімдіктерге, жәндіктерге. Әлеуметтік тәуекелдер, туристер мен жергілікті қауымдастық арасындағы түсініспеушілік, қоғамдық қауіпсіздік, тонау, алаяқтық. Техникалық және ұйымдастырушылық тәуекелдер, нашар ұйымдастырылған бағыттар, қауіпсіздік құралдарының жетіспеушілігі, иттердің немесе
нұсқаушылардың, инструкторлардың жеткіліксіз біліктілігі. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетіктері: ресми деңгей, мемлекеттік стандарттар, сертификатталған бағыттар мен нұсқаушылар. Туроператорлар деңгейі, турпакеттерге қауіпсіздік шараларын енгізу, сақтандыру. Экотуризм табиғат пен адам арасындағы нәзік байланыс. Бұл байланысты сақтау үшін қауіпсіздік мәдениетін дамыту қажет. Әр турист жауапты саяхатшы болуға тиіс. Қауіпсіздік тек техникалық емес, этикалық мәселеде. Туристер деңгейі, жеке дайындық, жауапкершілік, моральдық алдын ала танысу. Маршрутпен алдын ала танысу. Экотуризмдегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері: дайындық кезеңі, ауданды алдын ала зерттеу, маршруттық карта, байланыс құралдары, алғашқы көмек жинағы, медициналық тексеріс, ақпараттық және оқыту. Туристерге арналған қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтарды, экотуризм нысандарында белгіленген ережелер мен белгілер, иттердің кәсіби біліктілігін арттыру. Техникалық қауіпсіздік, киім мен жабдықтардың сәйкестігі, GPS район бойы байланыс құралдарын пайдалану, қауіпсіз демалыс инфрақұрылымын қалыптастыру, тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу, қауіп-қатерлерді болжау, төтенше жағдайларды кезіндегі әрекеттерді жоспарлау және сақтандыру қызметін қамтамасыз ету. Қауіпсіздіктің құқықтық және этикалық аспектілері: Қазақстан Республикасы туризм саласындағы қауіпсіздік ережелер, экологиялық және санитарлық нормалар. Үшіншісі, туристердің құқықтары мен міндеттері, жергілікті халықтың мәдениетін құрметтеу. Халықаралық тәжірибе: Канада экотуризм объектілерінің қауіпсіздік стандарттары мен гидтерді аккредитациялау жүйесі. Аустралия жабайы табиғатпен байланысты қауіптерге дайындық бағдарламалар. Швеция табиғи парктердегі қауіпсіздік жүйелер. Экотуризм қауіпсіздік саласындағы халықаралық тәжірибе: Жаңа Зеландиядағы Safe No Trace қағидаларын енгізу. Финляндияда ормандық туризмге қауіпсіздік курстары. Жапония табиғи апаттарға дайындық жүйесі. Қазақстандық экотуризм қауіпсіздік дамыту жолдары: ұлттық парктер мен қорықтарда қауіпсіздік кодексін енгізу. Иттерге арналған бірыңғай сертификаттау жүйесі. Туристік қауымдастықтар мен тұрғындар арасындағы корпоративтік шаралар. Экотуризм табиғат пен адам арасындағы нәзік байланыс. Бұл байланысты сақтау үшін қауіпсіздік мәдениетін дамыту қажет. Әр турист жауапты саяхатшы болуға тиіс. Қауіпсіздік тек техникалық емес, этикалық мәселеде. Экотуризм дамыту елдің экономикалық және экологиялық тұрақтылығына үлес аса маңызды. Дегенмен бұл салада қауіпсіздік пен тәуекелдерді дұрыс басқару сапалы туристік өнім ұсынудың негізгі. Сондықтан қауіпсіздік басқару жүйесін құру тұрақты экотуризм дамытудың басты шарттарының бірі. Ұсынатын ұсыныстар: 4 түрлі ұсыныс. Экотуристік аймақтарда арнайы қауіпсіздік стандарттарын енгізу. Иттерге арналған кәсіби оқыту курстарын ұйымдастыру. Экотуристерге арналған сандық қауіпсіздік платформаларын жасау. Қауіпсіздік бойынша мониторинг жүйелерін енгізу. Жергілікті тұрғындарды қауіпсіздік мәдениетін үйрету. Енді бізде араласты тақырыптар. Енді сондықтан осы экотуризм табиғи, әсіресе осы табиғи кедергілер, апаттар, төтенше жағдайлар. Оның осы жауын-шашын, тұман, тағы да жабайы